Ассалаумағалейкум қадірменді достар. Бүгін мен сіздерге ВАЗ-2110 яғни десяткінің бензин насосын ауыстыратын боламыз. Іркіп дұрыс жүрмей тұр. Видео басталмас бұрын сіздер арнаға тіркеліп, лайк басып, қазақ тілді арнаны қолдап кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, немесе пікірлеріңіз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Мына жерде ағытатын бар. Мына ағытатын түсіріп алып, екі шурупты ағытып аламыз қазір. Міне осыны түсіріп алдық. Осылай екі болды. Екі шуруп ағытып аламыз. Ағытып алғанда вот такая схема деймін ба. Мынаны ағытып аламыз, мынауысын ағытып аламыз. Ары қарай штекерін суырамыз былай. Штекер баспара суырамыз, бензин ағуы мүмкін, бұдан шамалы. Сосын мынау үш гайканы алатын бәрін ағытып аламыз. Тік. Сосын мынауды ағытып аламыз. 10-дық гайкілер. Гайк осылай ағытып аламыз қазір. Осылай ағытып аламыз, шамалы бензин ағытты енді. Осылай ағытып аламыз, кнопкасын басып тұрып, ағай итерсек шығады. Штекерін ағытып аламыз. Енді мына гайкілерін ағытып аламыз қазір. Сосын новыйын салатын боламыз. Бензин де көп ішінде. Аккуратно осылай алу керек. Болды. Ішінде бензин бар енді. Бензинді қалай төгем? Мынаның ішінде де шамалы бензин бар, міне осылай алып аламыз. Осылай түсті. Түбінде шамалы қақ бар екен. Осылай қылып алдық. Енді мына жағын осыны суып аламыз, сосын мынаны суып аламыз. Суып аламыз, сосын мынандай соғат әдемі. Суатты. Екеуі бірдей екен. Салай. Бисмилля деп. Видео ұнаса достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, пікірлеріңізді комментарияға қалдыра отырыңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар, міндетті түрде тіркеліңіздер. Так, мынау осылай түседі. Осылай түседі. Мені дәл осылай жинап қойдым. Дым қиындығы жоқ, оп-оңай. Қалай шаштыңыздар, солай жинайсыздар, в общем. Дым шатаспайсыздар, несі бұдан. Оңай, енді орнына саламыз санда. Қалай алдық дәл солай. Ана жерге дік. Дәл осылай жинап қайтып саласын. Темірін саласын. Дық кигіземіз, штекерін кигіземіз. Гайкілерін қатайтамыз, болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Өздеріңіз істеп алуға да болады. Дәл осылай. Көреміз қазір. Так, міне дәл осылай салдым қайтып орындарына. Енді қыздырып көрейік. Жақсы. Хорошо. Қазақ тілді арнаны қолдауды ұмытпаңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын.